Бүгін сіздермен мен Жанерке Сағымжан, Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің осы аптадағы айтулы жаңалықтармен таныстыратын боламын. Кемелердің қауіпсіз жүзуін қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан су жолдары қажетті жол жұмыстарын жүргізуді қамтамасыз етті. Атап айтқанда 2614 арнайы навигациялық белгі орнатылды. Бүгінгі таңда Қазақстандағы кеме қатынасы су жолдарының жалпы ұзындығы 2104 шақырымды құрайды. Республикадағы кеме тізілімінде 781 өзен кемесі мен 18959 шағын көлемді кеме тіркелген. Кеме қатынасы Іле, Балқаш, Ертіс және Орал-Каспий бассейндерінің кеме қатынасы аймақтарында жүзеге асырылады. Ал негізгі жүк тасымалдары еліміздің батыс аймағында орнатылады. Транскаспий халықаралық көлік маршруты бойынша жүк тасымалын дамыту мақсатында Ақтау теңіз порты арнайы экономикалық аймағы базасында контейнерлік хаб құрылады. Инвестор ретінде PSA Group, Myers, MSC сынды әлемдік контейнерлік операторларды тарту көзделіп отыр. Бүгінге дейін арнайы экономикалық аймақта 18 жоба жүзеге асырылды. Арнайы экономикалық аймақ құрылғаннан бері 1720 тұрақты жұмыс орны ашылған. 2022 жылы жол құрылысы мен жөндеу жұмыстарына 1,1 миллион тонна битум қажет. Үкімет отырысында индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі, премьер-министрі Әлихан Смайловқа автокөлік саласын дамыту бағытының атқарылып жатқан жұмыстарымен таныстырды. Еліміздің транзиттік әлеуметін арттыру мен өңірлердің орталық пен ішкі көліктің байланысын қамтамасыз ету міндеті іске асыру орайын жалпы пайдаланымдағы 11,5 мың шақырым автокөлік жолдары мен 8 көлік дәлізін модернизация, реконструкция және жөндеу жұмыстары үшін ағымдағы жыл республикалық бюджеттен 601 миллиард теңге бөлінді. Жазғы маусымда жолаушыларды тасымалдау үшін министрлік 158 жолаушылар пойызын іске қосуды жоспарлап отыр. Пойыздарды жазғы тасымалдауға дайындау аяқталуда. Жолаушылар тасымалын жолаушылар тасымалы 107 пойызы және 12 жеке тасымалдаушылардан 30 пойыз іске асырмақ. Сонымен қатар Алакөл-Көлі бағытында 11 бағыт қарастырылып отыр. Министр Қайырбек Өскенбаев жеңілдетілген автонесие бағдарламасын жүзеге асыру бойынша қосымша тапсырма берді. Бұл туралы министрліктің баспасөз хатшысы Жанжігіт Омархан Фейсбуктегі парақшасында хабарлады. Сондай-ақ министрлік өз тарапынан бағдарламаның ережесі мен оның іске асыру туралы қажетті базалық мәліметі даярлағанын атап өтті. Бағдарламаны одан әрі жүзеге асыру құқығы өнеркәсіпті дамыту қоры мен автокөлік өндірушілер, ритейлерлер және екінші деңгейлік банктерге берілген. Елімізде халықаралық автомобиль тасымалдарын дамыту перспективалары Ақтау қаласында өткен конференция барысында талқыланды. Іс-шара Транскаспий бағытында автомобиль тасымалдарын дамыту жөніндегі ірі жобаның негізін салды. Айта кетерлігі, бұл жоба Трансека үкіметаралық комиссиясының тұрақты хатшылығы мен ақш халықаралық даму агенттігінің орталық Азиядағы сауда жөніндегі бағдарламасының қолдауымен ұйымдастырылған. Біз сипаттаған министрліктің осы аптадағы орын алған негізгі жаңалықтар осындай. Амандықта жүздескенше.